Сонымен достар, кеттік. Келесі кадр бізде қарға төмен қарай түсіп бара жатырсын. Соны жасап шығайық. Мына қарғаның суретін көшіріп алсақ та болады. Көшіріп алдым. Енді мына жаққа вставить етеміз. Немесе осы қарғаның төмен қарай түсіп бара жатқанын жасасақ болады. Бірден мына жақтан Imagine'ға кіреміз. Вставить етеміз. Қазір автоматты түрде видео жасалып кетті. Алып тастаймыз, автоматически создавайте видео. Бізге автомат түрде керек емес. Қарға төмен қарай шүйілді деп жазамыз. Кеттік, келесі видеоны жасаймыз, қазір күтеміз. Видео жасалды, төмен қарай кетіп бара жатыр. Осын жүктеп аламыз. Видеоны сақтау. 4-ші кадр. Енді келесі осы қарғамен құртты көшіп саламыз. Мінекей. Маған мынадай сурет жасап бер. Қарға аспанда, құрт жерде кетіп бара жатыр. Қарға төмен қарай шүйілгісі келіп жатыр. Көрейік қалай шығатын. Мінекей мына жерде мынандай сурет жасады, алайда бізге бұл келмейтін сияқты. Тағы да өзгертуіміз керек. Барлығы бір картина болсын деп көрейік. Қарға құртқа жақындап қалсын. Осында кішкене түсініспеушіліктер болып тұрады, сондықтан да сіз қазір редактор промпт жасайсыз, яғни жөндеп отырасыз. Мінекей мынандай сурет жасап берді, бірақ қарап тұрсаңыздар, құрт үлкен болып тұр, сондықтан да былай қоямыз. Құрттың көлемі кішкентай, қарғаның аузына сиятындай болсын. Қайтадан ойланады. Тағы да тексереміз. Тағы да қате шықты. Олай болса, енді қараңыз, бұның шешімі қандай? Мына промптты көшіріп ала салыңыз. Сосын жаңадан чат ашыңыз. Осы жерге промптты қайтадан салыңыз. Енді біз бағанағы суреттерімізді саламыз. Мына жерде қарғаны салайық. Және құртты салайық. Екеуін салайық. Сонымен қайтадан суретті жасап шығамыз. Күтеміз. Тағы да промпт қосын, мына жерге қарға шүйілгіп келіп, құртты тістеніп жатқандай болсын дедім. Сонда бізге мынандай сурет шығарып берді. Осын жүктеп аламыз. Бұл бізде сурет бойынша кадр 3 бола берсін. Енді осы кадрды мына жаққа саламыз қайтадан. Imagine'ді басамыз. Кадр 3-ті саламыз. Қарға құртты қуып жүріп, денесін степ ұшып алып кетсін. Құрт қорқып қашсын деп қойып.
бірақ ұсталады. Видеоны же настройкалар бар, секунд 6 секунд, 10 секунд деген сияқты істесек болады. Бізге 6 секунд жетеді деп ойлаймын. Видео дайын болды. Ұстап алып кетті. Керемет, тамаша. Осы видеоны жүктеп аламын. Негізі тағы да видео жасақ болады. Құртты қуып жүріп, тұмсығымен құрттың денесін тістеп, іліп, ұшып алып кетсін. Бірақ қарғаның тағы да бір видео жіберіп көрейік. Екінші видео дайын болды. О, күшті ұстап алып кетті. Керемет көрді. Промптта егер сіз жазатын болсаңыз, нақты жазатын болсаңыз, сізде жақсырақ сапалы видео шығады. Сіздің қалағаныңыздай. Осыны сақтап аламыз. 5-ші кадр болсын. Енді келесі кадр жасаймыз. Қарға аспанда ұшып бара жатыр. Тұмсығына құртты тістеп іліп алған. Құрт мұңлы. Келесі кадр жасаймыз. Міне құлағынан іліп алыпты. Тағы редактор промпт жіберу керек. Денесін тұмсығына іліп алсын. Яғни толық құрттың денесі қарғаның тұмсығында, аузында болуы керек. Тек құйрығы мен басы, яғни ғана сыртқа шығып тұрсын. Мынандай сурет шығып берді. Бұл да жаман емес, өзіңізге ұнағанын алыңыз. Мен осы суретті ала берем. Егер сізге ұнамаса, тағы да әдемілеп жасап аласыз. Кадр 4 деймін сурет бойынша. Достар, енді жасанды интеллект бұл тек фото, видеоға арналған құрал деп ойламаңыздар. Бұл арқылы сіз өзіңіздің кәсіби тұрғыда киноңызды, мультфильміңізді түсіріп, ол арқылы 100 мың, миллиондаған көрілім жинай аласыз, тіпті қаражат тауып жұмыс жасай аласыз. Егер сізге қызық болса, біз академиямыздың атынан, менің өзімнің атынан сізге кәсіби курс дайындап қойдық. Бұл курста біз әрбір промпттарды, әрбір детальдарды түсіндіріп қана қоймай, оның ішінде киноның элементтерін, кәсіби тұрғыда қалай жұмыс істеу керек, қалай монтаж жасау керек, қалай идеяны, сценарийді беру керек, барлығын толықтай үйретеміз. Көріп тұрғандай біздің Қонаев, Арсай мен Түлкі сияқты видеоларды сізде жасап шыға алатын боласыз. Егер де қызық болса, бізге хабарласыңыз. Біздің WhatsApp нөміріміз астыңызда тұр. Және де Instagramға, басқа да сайтқа кіріп, ақпарат алып, бізден сұрақтар болса сұрай аласыз. Біз сіздерді күтеміз.